Достар, Ultimine серверлері жабылайын деп жатыр. Бұл Ultimine жайлы менің YouTube каналымдағы соңғы видео. Ultimine серверінің жабылу себебі біз Қызымай серверіне қосылып, барлық балдармен новый сервер ашатын боламыз. Менің өткен ең басты идеям ол Ultimine дамыту емес, Қазақстанда Minecraft серверлерін дамыту. Немесе басқаша айтқанда, Minecraftта контентті күшейту. Ultimine сервер жабылғандықтан мен бұған өте көп күш құртпадым да, жай ғана соңғы видеоны осылай түсіре салайын деп шештім. Қазір сіздермен Ultimine серверін барлық айтатын боламыз. Минимальный экскурсия көрсетіп. В общем, спаунда менің осындай TikTok каналыма видео салып, бөліп осындай видео істегенмін. Бірақ та сервердегі бір балдардың біреуі, в общем, визескелі шақырып, в общем, бүкіл жарты саған. Бірақ та Тойлик пен Нұрас дейтін баланың көмегімен, в общем, көптеген нәрселер бастан жетіліп қалған. Ал мынақта болса Lightroomның магазині. Ал одан ары қарай жаңадан келген игроктар өздерінің постройкаларын салып жатқан. Ал мынау жол болса, в общем, ең басында барлығымыз бірге ойнаймыз деген кезде ферма золото салайын дегенбіз. Ал бұл сценада мен өзімнің ең бірінші аукционды өткізгенмін. В общем, флагтар сатып. Енді осы Атоканың постройкасын енді ешқашан көрмейтін боламын. Нәтижесінде тағы да мен суд салғым келген, бірақ та ресурстар жетпей қалып, және де тегістейтін жер болмағандықтан қоя салдым. Ал өштен ары қарай қарай баратын болсақ, менің келесі тегістеген жерім бар. Сояққа негізі өте көптеген постройка салам ба деп ойлағанмын, бірақ та сервер жабылайын деп жатыр. Так что минимальный сізге экскурсия болсын. Наяқты көбісін жарты сағаным көрініп тұр. Осылай қарай барған кезде тағы да мынандай жеттен шығатын боламыз. Мен осы жақта да өте көп ұзақ уақыт бойы тегістегенмін, бірақ та осындай әдемі лесенциялармен жол істегенмін. Осы лесенциялармен көтерілген кезде 119 высотада барлығы осы бетте бола ма деп ойлағанмын. Оказывается, мынаяқта біреу уже өзінің ең бірінші зданиясын сала бастапты. В общем, мен көп сервердегі балдарға айтқам, чтобы сендер постройкалар сала беріңдер. Өйткені сендер көбісі анаяқтағы балдар сендер танымағандықтан олар сендерді алмауы мүмкін деп. Енді давай менің тегістеген жерім. Менің ойымша визор скелет маған өзі осыны ізін қалдырғысы келген сияқты. Мен осы блокты аламын деп қорқып жазағам. Енді спаун порталы бізде осындай ғана кішкентай ғана жер. Өшітпен ары қарай былай барған кезде осындай ледяной дорога шығады. Кеше ғана елжанның базасынан жителер әкелген сияқты едім. Және де выживание ең басынан салып тастаған Атоканың типа Трейтхолд, Трейтхолд деп ледяной дорогасы. Осылай жүре берген кезде тағы да бір ферма бар өшітте. Бұл өте максимально скрытый жер. Өшіттерге қазған кезде осындай жерден шығамыз. Және де өште осындай портал тұратын болады. Біз осыяқ қарай жителерді кіргізген. Біздің кландағы балдар. Осындай кустмен не тұрады, өткені басқа мобтар шықпау үшін әнше жителер тұрады. Ал осының дәл астында аванпосттар ма сондай бар. Сөште өлтірестерді, флаг тұрғанды өлтіріп, не аласырау рейдтің дурной здание. Просто ана өртен көріп қалғандықтан менде рейд жүрмеді. Так что ары қарай біз база қарай осылай бара береміз. Тағы да өште тағы бір скрытый ход бар. Нәшет сындырсаңыздар, ары қарай тағы да ферма порыққа апаратын жол бар. Осындай наяқты негізі бір уже тауы болған сияқты, өткені өшет ондай болып жағылмаған. Өшеттегі жолмен ары қарай жүрген болсаңыздар, өшетте мынандай сұмдықта тұрады. Осындай өшетте менің түні бойы тұрған, афк тұрған кезде шыққан порықтарым. Негізі мен осылар порықта сатып байып көтем ба деп ойлап едім, бірақ та серверде ешкім ойнамадығандықтан ешкім алмады. Және де осындай сұмдықта минимальная подсказка бар. Өштен Трейтхолд торсинг жинауға болады. Осындай менің шейдеріммен өте әдемі красивый небо бар екен. Және де осының достар, өшетте элитрамен видео болмағандықтан себебі өткені мен өшетте ең басында лед тұрған. Ал мен болсам, Minecraft новый функциясын ойнап атқан кезде байқамай өліп қалып, сосын элитрам лава басып кеткен. Тағы да нәште көбінесе өшеттегі порталдан шыққандықтан нәшке суық қоғам. Бірақ та мен бұл суға білетте қоп көріппін. Және де Атоканың несі золото фермасы. Механик работы өте оңай. Просто наяққа новичок балдар кеп өздері андай әр нәрсе құра бергендіктен сәмәлі дұрыс істемей қалды. Және неше кровать бар, және де наяқ толған луттар сондай.
Әрі қарай осындай мега әдемі осындай кішкентай ғана жол бар төменге түсетін. Және де менің Қазақстан флагы салған флагым бар. Одан кейін әрі қарай жүре берсек, мына қарай ферма 6 бар. Бұл өте көп доход әкеледі. Және де осындай әртүрлі цветтер және де нешке дейін полный сундук толып қалған. Просто цветтерді біз басында определить етемадық, так что керек кезде ғана алдық. Сосын керек емес шерстер өте көп болып қалды. Одан кейін біздің домик және де Атоканың деревнясы. Сондай өте көп неше постройкалар бітпей алған. Және жаңағы жерге қайтып түсетін болсақ, осының астында жителермен торговать ететін трейдхолд бар. Осы жерде өте көп изумруттар алуға болады, және де броняларды тегін жай ғана изумрудқа алуға болады. Және де менің жерде өте көп кварцтарым болған, өзім атта қазған, бірақ та игроктар көп сұрағандықтан мен жай ғана бере салдым. Уже сервер жабылып жатқан кезде постройка салуға көмектесші деп. Одан кейін әрі қарай жүре берсек, мен эндер жемшігі алып алдым. Өйткені менде элита жоқ болғандықтан мына қарай лақтырамыз. Сол кезде мені осы эндер пералды лақтырам деп аяқым өтіп қала жаздадым ғой. Мына пропистен шығайық, пропистен шығамыз да бірінші төбеге шығып аламыз. Уже нәштен қайқа баратқанымыз көрініп тұрған шығар деген ойдамын. Бірақ та эндер пералды лақтырмай тұрып қолыма тәттен тауып алайын, есетте өтіп қалатсам. Мынау қызыл знактарды уже алып тастау керек еді, уже реально бетке құртып жатыр. Менің факториім, ең серверді уже ешкім ойнамай жатқан кезде салған факториім. Вообще трудовый футбол неше ай болып жатты, әлі атент жоқ болып кеткен жоқ. Серверді нагрузить етіп жатқан осы трудовый шығар деген ойдамын. Осы команда болып таңдаймыз, және де фактори кәдімгі почти 99% көшірілген. Майнкрафт 4 шықты ғой, біздің любимый квадраттарымыз. Осы сияқты красный синий команда деп бөлінетінбіз. Просто балдар өте көп ойнағандықтан қайтып жөндеуге тура желание болмады. Давай мен факторием, енді кездеспейміз. Нәште менің нем үйіміз өте үлкен. Давайте пока. Енді бұл жақта ешкім көріспейміз. Бұл жақта записка кетті. Ой, бұл досым жоқ дейді мені. Давай, досым жоқ болса. Енді бұл порталға енді ешқашан кірмеспін. Ал спаунға тағы бір нәрсе ұмытып кеттім, көрсетуді. Мынау менің аквариум және де склад істеген. Новичоктарға оңай болсын деп, енді жителерді болсын жасайын дедім. Ақыры енді серверде бұлар ешқашан енді ешкіммен торговать етпейді. Так что вам свобода, а мне кайф деп. Давайте шығыңдар. Давайте енді кездеспесіміз деген ойдамын жителермен. Төбеге қарай көтеріле берейік. Давайте Атока магазины, Лайкрумның магазины, Селенбеген суд, Марселдің казиносы. Давайте. Және де мына Марселдің салған мынандай порталный мечі. Достар, бұның барлығын мен бұлай просто істеп жатырмын. Что-то нормально кетқан сияқты монтаждарым. Просто достар, маған телефонға бос орын керек. Сол үшін мен өзімнің керек емес не заттарынан, нелерінен, уже керек емес материалдарынан сіздерге көрсетіп сайын жатырмын. Просто осыда көрсету керек. Өткені мен жаңа серверде ойнап сіздерге ойдан күшті контенттер көрсететін боламын. Мен уже просто білем да, что уже новый карта мен старый картаның екеуінің роликтерін бір телефонда ұстап жүру мен үшін өте қиын. Так что нәшке заттарымды қалдырамын да, прощальный видео сөйтіп боламыз. Бірақ та бұны тиктокқа салмаймын, өйткені уже тиктокта лысмай жабылып жатқан жайлы видео салғам. Ол 300 мыңдай қаралым жинаған, және де ең бірінші менің 10 мың лайкым, және де рекорд лайк бойынша рекорд болып тұрған сол. Так что хайпан етпеу үшін, сол үшін ондай видео салмайтын болып шештім. Ютубқа осындай простенький видео істейміз, зато келесі серверде нормально ойнаймын, және де нормальный видео шығатын болады келесі жолы. Так что осында киіз үй салғам, Наурыз мейрамы үшін арнап, бірақ та уже ешкім Наурыз мейрамы тойламайтын сияқты. Және тағы осының үшін андай меч болған, пауктарды өлтіру үшін мен фармилка істеген видеом бар, сондай. Және осындай киіз үй ішінде алмаздар болады, өте көп, және де ресурстарды лақтырып кетемін. Мен каждый раз Майнкрафттан келіп жатқан кезде осындай прощальный видео істейтін боламын. Бірақ та осы Кызылмайның жабылмауы, мына енді точно
өте көп күшпен және атсалысатын боламын. Өйткені осы қазір данный момент осы серверде 20 баладай ойнайтын боламыз. Енді менің ұшым типа лук атовиктікі алдына қалдырып кеткен, және де мынау менің мечім, мынау менің өзімнің типа киркам, ал атоканың топоры просто өзімдікі лавада өтіп кетті. Анау портқа баратын жол жақта. Неше типа Зеля, анау типа Free Fire'дағы сияқты, анау типа Алак, неше Тимур және де Келли болу керек болған. Келли мынау енді сундукта бүкіл ішіп қойған, типа өзіме керек болғандықтан, және де игроктар основном Келли таңдағандықтан. Типа осындай креативный ойлар болған, бірақ та оның бүкілін келесі серверде жалғастырамын деген ойдамын. Және де менің осындай флагтарым бар. Типа Netflix және өте көп болған, негізі Вардендікі болған, бірақ елжан өліп қалып жоғалтып алған. Тағы да өте көп деген флагтарды әркімге сыйлап тастағам. Типа өзімнің TikTok каналымдағы видеомда пираттықын сыйлағам. Типа осындай порох динамиттер өте көп жиналып қалған, бірақ та мен типа ойлағам, типа порохпен жарып өте көп не іздеп типа бай болып кететін шығармын деп. Бірақ та уже серверде ешкім ойнамай қалды. Так что динамиттер бос болып қалды. Білмеймін, енді болынша көп динамитпен істеуге болатынын просто ойламаппын. Және де тағы да ана жақта 2 сундук порох бар. Типа мына жақта татам бессмертие болған. Бірақ негізі өте көп болған, бірақ элитр алмастырып жүргенмін. В общем, осы мен броням және атоканың қылышы. Одан кейін тағы бір рамка қою керек еді. Және де ең бесценный зат менің осы ультимайн серверіндегі ең бесценный зат ол осы книга. Неге осы книга? Өйткені книганың мен ең бірінші күннен бастап жазатын, типа ультимайн серверіне кіргеннен кейін. Бірақ та онша қатты көп жазған жоқтым, типа ұмытып кеттім жазуды. Типа осындай өзі 6-ақ беттік немесе 5-ақ беттік парақ. В общем, оқитындар сюжеттеп оқып ала салыңдар. Типа мен өшке тағы да бірнәрсе жазатын боламын. Сәлем, бұл 5-ші наурыз, бұл соңғы жазуым. Енді в типа мынау книганың атын қояйық. Автор Жанибек, ағылшынша, конечно же, латын тілімен. Название книги, в общем, ультимайн болсасын. Нәшке, в общем, кітап қоятынымызды қояйық. Оның бетіне кітабымызды қояйық. Енді любой другой адам кеттен нәшке қарап нәшке Жанибек бірінші жазып тұр деп оқи алады. Бітті, енді түсінікті заттар бітті. В общем, осындай заттар, типа карталар, пустой бір ящик, тағы труба, если что, қарайын ба деп ойдам болғам, типа шпион болам ба деп. Осылай киіз бітті. Типа сундук бар, если что, типа мен негізі осыны әдемі дизайн істейін деген болғам, бірақ та типа мынау 2-ші левелдегі, если что, телеграм каналыма салып қойғам, типа осындай киіз салып жатырық деген сияқты. В общем, осындай идеялармен енді мен зомайндарға жалғастыратын боламын. Бітті сервер. Давайте енді қасыма осы жақта Нұрас ойнап жатыр. Нұраспен бірге сервер жауатын боламыз қазір. В общем, Нұрасты осылай алмаздың блоктармен жауып тастайын дедім. Бітті. Нұрас енді тұрамайды ешқашан. Типа енді серверде ешкім ойнамайтын болады. Мен де өзім ойнадым, типа нәрсенка книжканың кішкентай бір тесігіне кіріп кетемін. Мен барлығына рахмет айтқым келеді, типа осы ультимайн серверінде біздің видеоларымызға лайк қойып жүрген адамдардың барлығына. Сервер аяқталды деп айтайын жатсам, күтетіңдер неше как книга айтпес жоқ кетеді, как книганы көтеріп алу керек та қойып қояйық. Болды, жоқта берсем болады. Давайте, пока.